Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына Қазақстан 5,7 миллиард теңге жұмсайды. Ақшаның көп бөлігі қонақтардың тұруына және тамақтануына жұмсалады. Ең маңызды деген ақпараттарды айтып өтейін. Додаға 89 мемлекеттен 2314 спортшы келді десек, онда әр қонаққа 1,8 миллион теңге кетеді деген сөз. Бұл жарыс алғаш рет Қырғыз Республикасында ойластырылып, жүзеге асырылған халықаралық спорттық шара. Бұл елдегі Шолпан Ата қаласы 2014, 2016 және 2018 жылдары бірдей 3 рет өткізген. 4-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары 2022 жылы Түркияның Изник қаласында өткізілді. 82 елден 13 спорт түрінен 3000 спортшы қатысты. Мұнда 21 жарыстық спорт түрінен жарыстар өткізіледі. Олардың қатарында ат жарысы, ұлттық күрес түрлері, дәстүрлі зияткерлік ойындар, жекпе-жектен жарыстар, дәстүрлі садақ ату, құс салудың ұлттық түрлері, ат үстіндегі сайыстар және халық ойындары болады. Жарыстар Орталық Азияның тарихи көшпелі халықтарының ұлттық ойындарына негізделген. Қазақстандағы доданың жалпы жүлде қоры 250 миллион теңге. Ал додаға көрермен боламын десеңіз, билеттердің құны ересектерге 1000 теңгеден 15 000 теңгеге дейін. Ал орташа билет құны 3600 теңге. Маңызды әрі қызық мәліметтер әшкере телеграм арнасында сілтеме профилде жазылып қойыңыз.